Біз бүгін осындай фарштан ұяшық дайындаймыз. Видеоны толықтай көрмес бұрын менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең бірінші жуамызды блендерден өткіземіз, оны фарштың үстіне саламыз. Одан кейін сүтке езілген нанымызды және бір жұмыртқамызды салып, тұз, бұрыш дәміне қарай салып шығамыз. Аскөк салсаңыздар да болады, ол өз қалауларыңызша. Одан кейін фаршты жақсылап ұрып тұрып араластырамыз. Енді морковымызды үлкен үкіштен өткізіп, майға қуырамыз. Сол аралықта фаршымызды дөңгелетіп, ұяшық дайындаймыз. Мінекей осылай дайындаймыз. Дайын ұяшықтарымызға жаңағы қуырылған морковты салып шығамыз. Одан кейін бетіне ірімшігімізді, яғни сиырымызды саламыз да 180 градусқа 20-25 минутқа салып аламыз. Мінекей біздің асымыз дайын. Жасап көріңіздер, өте оңай. Сіздермен болған Ақмарал.